Қайырлы күн, менің тыңдармандарым. Менің каналымда салт дәстүр, мақал мәтелдер туралы оқып беремін. Қазір мен сіздерге қазақ халқының дәстүрлі ойындар туралы оқып беремін. Каналыма қош келдіңіздер, лайк басып, комментарий жаза отырыңыздар. Қай қолымда? Қазақ халқының дәстүрлі ойыны, ауыл балалары айнала отырып, ортасына біреуі шығып, қолына тиын алып, оны артына жасыра ұстап, бір қолына тиын тығып, қолын айқастыра алға ұстап, тиыным қай қолымда дейді. Отырғандар дөп тапса, тиынды ұтып алады. Бұл күйде ұтыс ойынына да айналып кетеді. Тиынды ұтпай ұтылған ойыншы өнер көрсетіп беретін ойын түрлері де кездеседі. Бұл ойлау жүйесін жетілетін ойын. Кейде ойлауды қажет етпейтін кездейсоқ бақша ойыны. Қан көбелек. Қазақтың дәстүрлі ойыны. Қан көбелек аты. Ойынға кімде болса да қатыса береді. Ойынға қатысушы сол қолымен өз құлағын ұстап, оң қолымен сұқ саусағын жерге тіреп, еңкейіп тез-тез шырық айналады. Осылай көбелек 10-20 рет айналған, ол 7-8 аттам жерге шынындағы суды өзі барып ішу шарт. Басы тез айналатындар суды іше алмайды. Бұл ойынның адамның төзімділігін, қырағылығын және көз-ми жүйесінің қандай дәрежеде жетілдіргенін санауға да қажеті зор. Қамалды қорғау, бұзу. Қазақ халқының дәстүрлі ойындарының бірі. Қамал бұзу, қамалды қорғау ойындары болмақ. Бұл ойынның түпкі негізгі жаугершілік дәстүрден туындап жатқандай. Ойынға кімде-кім қатыса береді. Ойын шарты бойынша ортаға ойыншылар дөңгелене тұрысады. Олар қолдарына жұмсақ бірнеше ататын оқтарын дайындап алады. Ауылды жерлерде бұған түйенің құмалақтарын пайдаланған қоршай тұрған ойыншылардың ортасына қандай да бір затты қояды. Оны қамал қорған деп атайды. Оны бір ойыншы қорғайды. Ал қамалға атылған ойыншылар оғынан қамал қорғанды қорғауға тиіс. Ойыншылар оған қамалға тигізбеуге міндетті. Ал ойыншылар оның оңтайын тауып, қамалға оқтарын тигізулері керек. Оқ қамалға тисе, қорғаушы ойыншы айыпқа бұйырылып өнер көрсетіледі. Ал қамалға оғы тиген ойыншы жеңімпаз атанады. Осылай ойын жалғаса береді. Қамалды қорғаушы және қамал бұзар деп қамалды қорғаған ойыншыны және қамалға оқ атқан ойыншыларды атайды. Бұл ойын қырағылық, қағылездікке тәрбиелейтін ойын. Бала күнімізде жеті қаңылтыр дегенді ойнайтын едік. Мына қамалды қорғау, бұзу деген соған ұқсас екен. Каналыма қош келіп, тағы да лайк басып, пікір қалдыра отырыңыздар.